Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай керемет ерекше болып пісетін дәмді балғын қырыққабаттан голубцы дайындайтын боламыз, яғни капустадан голубцы. Баршаларыңызға дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен екі кастрюлькада суды қайнатып аламыз. Біреуіне шым-шым тұз қосамыз да, бір пиала күріш қосып, бетін жауып қоямыз. Екіншісіне қайнап тұрған суға капуста жібереміз. Капуста біраз қайнап тұрған судың ішінде болғаннан соң сәл жібейді, және де оның жапырақтарын алу оңай болады. Капуста жапырақтары жібіп, күрішіміз жартылай пісем дегенше зажаркасын дайындай береміз, яғни қуыруға арналған заттары. Ол үшін мен пиязды турап алдым, сәбізді үкіштен өткіздім, және де картопты сорпаға турағандай дайындап алдым. Енді капуста жапырақтарын салмасын дайындаймыз. Осындай блендер алып алсаңыздар өте ыңғайлы екен, қыздар. 3-4 бөлікке бөліп блендердің ішіне саламын, ол өзі майдалап турап береді. Енді қатты турамаймын, су көп шығып кетсе де болмайды. 1-2 секундта осылай майдалап турап береді пиязымызды. Ал енді күрішіміз менде кәдімгідей піскен екен. Осы уақытқа шейін су тосылып қалған ғой, бірақ қорқынышты ештеңе жоқ. Одан дәм құртылмайды. Тұз бұрыш себеміз, бір жұмыртқа саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Қуырылып жатқан көкөністерімізге тұз, бұрыш және де бір қасық қызанақ пастасын қосып, жақсылап қызартып, қуырып араластырып аламыз. Ең қызық жеріне келдік. Бұл қырыққабат жайлап жапырақтарын босатыпты. Екі шанышқының көмегімен біреуінің үстіне осылай қадап, айналдырып тұрамын. Екіншісімен осылай жапырақтарды жайлап босатамын. Босатылған жапырақтарын қысқыштың көмегімен ортаңғы қатты жерінен қысып, жайлап бір тарелкаға жинай беремін. Ең соңында жапырақтары алыну қиын болып жатса, қайтадан астын отқа қойып, крышкасын жауып, біраз уақытта қайнатуға қайтадан жібереміз. Сол кезде майда шүйде жапырақтары оңай алынатын болады. Ал енді әбден қуырылған көкөністеріміздің үстіне ыстық су құйып, крышкасын жауып, голубцаларымызға орын дайындаймыз. Капустамыздың жапырағын осылай жайып шығамыз, және ең астыңғы қатты бөлігін пышақпен видеода көрсетілгендей қырып тастасаңыздар болады. Сол кезде біздің жапырақтарымыз оңай оралады, әрі пісуі де тез болады. Қырып алған бөліктеріңізді тастамаңыздар, оны пакетке салып холодильникке қойсаңыздар болады, кейін пайдалануға, немесе сорпасына қосып жіберсеңіздер болады. Ал енді жапырақтарына 1,5 қасықтай салмасынан қосты. Ораған кезде міндетті түрде екі шетін жабу керек. Олай жасамаса біздің салмамыз екі шетінен шығып кетуі мүмкін. Ал енді барлық дайындап алған біздің әдемі голубцаларымызды біртіндеп қазанға салатын боламыз. Жайлап ұқыптылап қазанға біртіндеп салып шығамыз. Міндетті түрде екі жаны жабық болуы керек. Жабық болмаса капустаны сәл-сәл итеріп қойсаңыздар болады екі шетіне. Капустаның жарты бөлігі батып тұрса жеткілікті, қалғаны буымен піседі. Ал қазанымызды жақсылап астын қатты отқа қойып, бір бұрқылдатып қайнатып аламыз да, астын жай отқа қойып 45 минут пісіреміз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Қаймақпен немесе майонезбен берсеңіздер өте дәмді болады. Ал бисмилля. Мен бұндай асты білмеймін, қолмен жегенді өте қатты жақсы көремін. Голубцы капустамен. Өте дәмді, өте сочный, насыщный, балғын дәмді. Баршаларыңызға ас болсын. Жасап, жақындарыңызды қуантуға ниеттеспін. Осымен біздің видео рецептіміз аяқталды, достар. Баршаларыңыздың назарларыңызға көп рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасымыздан береке, мереке кетпесін. Әрдайым осылай жақындарымызды қуантып жүре берейік.